сәлем оқырмандар. Нұр әмір арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ попкорн сөзінің қазақшасы не? Жауабы: баднақ, яғни жүгерінің немесе арпаның қауызынан тазартылып қуырылған дәндері. Кішкентай кезімізде әжелеріміз не аналарымыз дайындап береді. Қуырғаннан кейін ерекше үлкеюіне байланысты баднақ деп аталды. Ел арасында мұны баданақ деп те атайды. Попкорнда, яғни баданақты мыңдаған жылдар бойы қыздырған кезде ісінетін жүгері түрін тапқан ежелгі американдық үндістер делінеді. Бұл қасиет астықтың ерекше құрылымымен түсіндіріледі. Оның құрамында суы және крахмал бар. Қыздырғанда су қайнайды. Бұл қабығы жарылып, дән ашылып, көлемі артады. Бір қызығы, бұлай дайындауды қазақ халқы ертеден білген. Ал бұны 1885 жылы американдық кәсіпкер Чарльз Криторс Чикагода алғашқы шағын және жылжымалы попкорн, яғни баднақ машинасын іске қосты. Микротолқынды пештегі баднақ 1984 жылы ойлап табылған. Солтүстік Америка мен Еуропада баднақ кинотеатрларда дәстүрлі тағамдар болды. Және 1912 жылдан бері сол жерде сатылуда. Қазір әлем бойынша сатылымда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.